Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жылдам даярланатын әрі өте дәмді сливочный соустағы тағам рецептімен бөлісетін болам. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар, менімен бірге болыңыздар. Менің YouTube арнамның дамуына үлес қосып, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Уақыт жағынан үнемдеу үшін ең алдымен гарнирінің суын қойып, су қайнаған сәтте тұзын салып және спагеттимізді саламыз, қасықпен араластырып, бетін жауып, піскенше орташа отта қайнататын боламыз. Осы уақыт аралығында көкөністерімізді тазалап дайындап аламыз және де турайтын боламыз. Пиязымызды жарты шеңбер түрінде формасында дәл видеодағыдай турап аламыз. Мен картошка, тәтті бұрыш, пияз және де сәбіз, сарымсақ секілді көкөністерді қолдандым. Өзіңіз ұнататын кез келген көкөністерді де қолдансаңыз болады. Міне 2 тіше сарымсағымызды дәл видеодағыдай ортасынан 2-ге бөліп турап шығатын боламыз. Жуып тазалап қажет емес бөліктерін алып тастаған тәтті бұрышымызды дәл видеодағыдай 4 бұрышты етіп ұсақтап турап шығамыз. Мен сәбіздің осындай кішкене бөлігін қолдандым және оны осы терканың үлкендеу көзінен өткізген болатын. Қаласаңыз көбірек сәбізді де қоссаңыз болады. Картошкамызды дәл видеодадай 4 бұрышты формасында кубик етіп турап шығамыз. Осы уақыт аралығында біздің спагеттиіміз пісіп шығады және ол спагеттиімізді салқын суда шайып алатын боламыз. Бір-біріне жабысып қалмас үшін арасына кішкене сұйық май қосып араластырып жібереміз. Сонымен қатар мен осындай тауық етін пайдаланамын. Тауықтың төс етін 4 бұрышты формасында турап алатын боламыз. Тауық еті тезірек піседі және де тамағыңыздың жылдам даяр болуына көмегін тигізеді. Қазақша контентті қолдап, соның ішінде менің YouTube арнамды қолдап, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны баса қойыңыз. Сонда сіздерге менің видеоларым алғашқылардың бірі болып шығатын болады. Алдағы уақытта өте дәмі тіл үйрер рецепттермен күнделікті бөлісетін боламын. Табамызға май құйып, май қызған сәтте осы тауық етін салатын боламыз. Жақсылап араластырып қуырамыз және де осы тұста бірден мен тұзды және де вегета дәмдеу үшін қосқан болатынмын. Себебі тауық етінің тұзы болмағандықтан осы сәтте қоссаңыз тұзы сіңіп өте дәмді болып шығады, су татып тұрмайды. Егер де сізде мұнда вегета дәмдеуші болмаса, онда ештеңе етпейді. Өзіңіз ұнататын кез келген тауыққа арналған приправаны қоссаңыз болады. Тіптен қоспасаңыз, жай ғана тұзбен, бұрышпен де есептелсеңіз болады. Және үстіне пиязымызды қосамыз, жақсылап қуырамыз, үстіне сәбізімізді және турап алған тәтті бұрышымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып, жұмсарғанша қуырамыз. Осылай жақсылап қуырып алғаннан кейін ең соңында картошкаларымызды саламыз. Жақсылап тағы бір араластырып, 1-2 минуттай қуырамыз. Үстіне паприка және де тұз саламыз. Паприка міндетті емес, егер болмаса, онда тұзды да сала берсеңіз болады. Барлығын жақсылап араластырамыз және ең соңғы этап бұл 10% осындай сливки, яғни кілегейді қолдандым мен. Бұл жерде 100 грамдай кілегей және де үстінен су құятын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып, 30 минуттай пісіреміз. Дайын болған асымызды ұсынуға кірісеміз. Тарелкамызға осылай дайын тұрған спагеттиімізді саламыз және де үстінен подлива, яғни салмасын саламыз.
сливочный соуспен өте дәмді, бұл подлив болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен мына видеомен бөлісе кетіңіз, өзгелерге де пайдалы болады деген оймен. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.